Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 11-ші сабақтың тақырыбы. Әкеліңіз, көмектесейін. Жаңа сабақ бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Сыпайылық, скромность, апарысу, помочь отнести, әкелісу, принести. Тәрбие, воспитание, алғыс айту, благодарить. Оқылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма. 22-ші бет. Мәтінді оқып, тақырып қой. Адамдар бір-біріне құрмет көрсетуі керек. Бұл сыпайылық пен әдептілікке жатады. Кішілер үлкендерге құрмет, үлкендер кішілерге үлгі көрсеткені дұрыс. Үлкенді сыйлау жақсы қасиет. Әр бала өз үйінде атасын, әжесін, әкесі мен анасын құрметтегені жөн. Мектепте мұғалімдерге құрмет көрсету жақсы тәрбиенің белгісі. Әлібек өте тәрбиелі, мейірімді, ақылды бала. Атасы оған ақыл айтып, жақсы істерге үйретеді. Әлібек атасының сөзін тыңдайды. Атасын сыйлайды. Әлібек көшеде үлкен кісілерге көмек береді. Оларға көшеден өтуге, автобустан түсуге көмектеседі. Үлкен кісілердің сөмкелері ауыр болса, үйіне апарысады. Олар Әлібекке алғысын айтады. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді мұқият оқиды, 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 2 балл. Мәтінге ат қояды, 2 балл. Жазылым тапсырмасы. 2-ші тапсырма. 22-ші бет. Суретке қара. Тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрап жаз. Тірек сөздер. Тірек сөздер — это у нас ключевые слова. Әжей, сөмке, апарысу, жолдан өту, көмектесу. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Сурет бойынша тірек сөздерді пайдаланады, 2 балл. Мәтін құрап жазады, 2 балл. Сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.